Сәлем достар, бүгін мен сіздермен ет пен картопты жұмсақ, дәмді етіп қуырудың жолымен бөлісетін боламын. Алдымен барлық қосатын заттарымызды жақсылап турап аламыз. Содан соң қызып тұрған майға етті салып қуыра бастаймыз. Ет қуырылып жатқанда оның үстіне біз пиязды саламыз. Пияз екеуін бір қалыпты отта жақсылап араластырамыз. Содан соң сәбіз және болгар бұрышын қосамыз. Достар, кез келген тағамға сәбізді қосатын болсақ, ол сол тағамның түсін керемет қылып өзгертетін болады. Барлығы жақсылап араласып, қуырылып болғаннан соң біз картопымызды қосамыз. Картопты жақсылап қуырып аламыз. Содан соң біз оған тұз саламыз. Тұзды да еріп, барлығына сіңіп кеткенше жақсылап араластырамыз. Картоптың түсі сарғыш, алтын түсте сарыға айналған кезде біз су құямыз. Аз мөлшерде су құямыз. Су қайнағаннан соң отты баяу қойып, бетін жақсылап жауып, 20-25 минутқа бұқтыратын боламыз. Содан соң біздің тағамымыз дайын болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Видео ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.